Жақсы. Балалар, сабағымызды. Ау. Біздің ішкі дүниемізді солай сырларын өзімізді түсінуімізге көмектеседі. Тамаша, өте жақсы. Молодец. Қай мектептен шығып отырсың? 18-ші орта мектеп Астана қаласы. Тамаша, өте жақсы. Сабағымызға кері байланыс жасайық. Bir түс таңдаңыздаршы, балалар. Ойша. Жасыл, қызыл, сары. Тағы да? Сары. Жақсы. Енді былай істейік. Осы түсті ойша ойлап отырыңыздар. Сол түске қатысты, сабаққа қатысты ойларыңызды айтасыздар. Яғни, қызыл түсті таңдап ойланып отырған адам, мен бүгін не білдім? Қызыл түс бар ма? Мен бүгін не білдім? Не білдіңіздер? Ал айта ғой. Бүгін біз фантазия дегеніміз не, ой білдігеніміз, соны түсіндік. Нақтырақ, тағы не білдік? Мәтін бойынша қараңыздаршы, не білдік? Ғылыми фантастика метафора келтірдік. Метафора жасауды үйрендік, тамаша. Тағы да? Бір ойдан, мысалы, ұшақ сияқты үлкен зат пайда. Яғни, біздің өмірімізбен тығыз байланысты екенін білдік, біздің тарихымыз екенін білдік. Тамаша. Сарылар бар ма? Тамаша, өте жақсы. Сары бойынша кім сөйлейді? Что у меня получилось? У кого что получилось, балалар? У меня получилось, что знать о метафоре. Как составить метафору? Метафораны біз ойладық қой. Ол әдебиетте бар, әдебиеттен табасыздар. Күнделікті өмірде метафора құрау ол, балалар. Ситуацияға баға беру. Қазақша сөйлейді. Ситуацияға баға беруді метафора деп айтады. Бұл метафорамен сіздер эсселеріңіздің қорытынды бөлімінде метафора қолдана аласыздар. Жаңа ғылыми фантастиканы жазып келіп, аргументтерді жаңа пайдаланып келіп, қызықты, тарихи, ерекше аргументті пайдаланып келесіз, маңыздылығын кіріспеде айтып, қорытындыда ғылыми фантастика дегеніміз, жаңа айттыңыздар ғой, ол дәрі деп әрі қарай ойыңызды бекітесіз. Бұл эссенің соңы болады. Кезде де қолдануға болады ғой, метафора. Тамаша, өте жақсы, дұрыс айтасың. Ал үштілділік бар ме екен? I learning. Сонда ағылшынша ма? Ағылшынша? Иә, I learning. Ал көрейік, жігіттер, қыздар. I learned that fantasy is a great form of creation and invention and how it affects our life. In addition, I learned how to use metaphors and sentences. Very good. Тамаша. Сендер орысшаға қарағанда, қазақша қарағанда ағылшынша сайрапсыңдар ғой? Тамаша. Тағы кім көреді? Кәне көрейік. I learning. Болады ма? Ал, давай. Айтам. I learned from this lesson that science fiction is related to the Kazakh literature. This lesson was very interesting for me. Perfect. Тамаша. Керемет. Жақсы, балалар. Бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сабақ ұнады ма? Иә. Сабақ ұнаса, енді сіздерге алдыдағы ТЖБ-ға біраз мәлімет алдыңыздар деп ойлаймын. Қош сау болыңыздар. Мұғалімдер болса қалсын. Оқушылар шығуға болады. Сау болыңыз. Рахмет, абай, сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Бізде мұғалімдер, әріптестер, қалдарыңыз қалай? Бұл бүгінгі біздің қазақ тілі сабағы 7-ші сынып бағдарламасы бойынша соңғы тарау ғылыми фантастика. Ғылыми фантастикадағы сабақты бастамас бұрын мақсатымызды айтып өттік. Мақсатымыз жаңағы айтылымға қатысты дағдысына және оқылым дағдысына қатысты болды. Сұрақ құрастыру, оған жауап беру, өз сұрағыңды өзгенің сұрағымен салыстыру, яғни бағамдау, өлшей алу. Оқушылар жұмыс жасады, мақсатыма жеттім деп ойлаймын. Сіздердің ойларыңыз, ұсыныстарыңыз, пікірлеріңіз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Сіздің сабаққа қатыстым, мен жас маманмын, 177-ші жалпы білім беретін мектепте қазір мұғалім болып істеп жатырмын. Жалпы сабағыңыз өте қатты ұнады, нақты, одан кейін жүйелі өтті сабақ. Және де оқушылармен қатар менде біраз ақпарат, біраз мәлімет білдім десем болады. Одан кейін сабаққа деген подход дейді ғой, сол заманауи тұрғыдан өте бір қызық болды. Мысалы, қарасаңыз қанша ақпарат беріп жатырсыз, бірақ соның өзі
қызықты әрі жеңіл түрде қабылдауға өте жақсы болды деп ойлаймын. Сізге көп рахмет. Енді сіздің сабағыңыздан қалмай қатысып тұрамын. Осы уақытқа дейін көп сабақтарға қатысатын едік, бірақ кішкене бұрынғы дәстүрлі жүйемен өтіп қалады, немесе жаңағындай бір біз білетін интербелсенді әдістерді қолданады деген сияқты еді. Бүгін сіздің сабағыңызда бір заманауилықты көрдім, және өте қызық болды. Өзім де сабақты қойып арасында сізді тыңдап, жаңа не айтады, ғылыми фантастиканың өзіне жаңа ішіне кіріп кеттік. Сізге көп рахмет, шығармашылық табыстар тілеймін. Рахмет, әріптес. Сіздің телефоныңызды қалай алуға болады? Мен қазір жазатайым соңында ғана кірдім, онша көп мәлімет аламадым, бірақ ұнады. Сіз Астанасыз ба? Жоқ, мен Түркістан облысынан едім. Жақсы. Бүкіл Қазақстан кіріпті ғой мына жерде. Менің телефонымды ма, мен қазір чаттағы сообщениеге жазайын. Апай, Ау, айта беріңіз. қалайсыз? Сіз шынымен де супер мұғалімсіз. Рахмет. Тамаша, керемет. Мен Түркістан облысы Жетісай ауданынан Фируза Тултаева, өткенде сабағыңызға қатысқанмын. Әсіресе біз сияқты жас мамандарға осы эссе жазу бойынша сабағыңыз өте қажет деп ойлаймын. Мен барынша сіздің ссылкаңызды жіберіп жатырмын. Көпшілікке осындай жас мұғалімдерге сіздің сабақтарыңыз өте қажет. Рахмет. Тек қана шығармашылық табыс тілеймін. Түркістан дедіңіз ба? Көп рахмет. Түркістан облысы Жетісай ауданы. Тамаша. Рахмет сіздерге, Марал Оралбековна. Мен жаңа сабағыңыздың соңынан қатысып қалдым да, енді менде кішкене түсінбеушілік болуы мүмкін, сондықтан бір сұрағым бар еді сізге. Мынау қазақ тілі сабағы 7-ші сынып, иә? Сіз қазір балаларыңыз ағылшын тілінде сөйлеп жатыр, иә? Сіз өзіңіз менің ойымша түсініп, кәдімгідей баға беріп отырсыз. Енді бұл жағдайды мен шын айтайын, өзім түсініп отырған жоқпын. Сіз өзіңіз ағылшын тілін қосымша оқыдыңыз ба, жоқ әлде 3 тілділік курс арқылы осындай дәрежеге жетіп отырсыз ба, осыны білгім келеді. Сондықтан осы туралы сіз бізге түсіндіріп беріңізші. Мен мысалы соңынан кірдім, түсінбей қалдым. Жақсы, рахмет сізге. Сұрағыңыз бойынша 3 тілділік деген мен Назарбаев зияткерлік мектебінде жүргенде бастағам. Үнемі қолданбаймын, әрине, осылай арасында қолданамын сабақтарда. Бұлай орыс тілін қалай үйрендік, ағылшында да солаймын. Есту жаңағы қазақ тілін оқытудың бүгінгі күндегі жаңартылған білім мазмұнындағы форматы тыңдау, айту, оқу, жазу арқылы дамытып қалыптастыру керек болып жатыр. Бізге қалыптастырып дамыту керек болып жатыр. Сол сияқты кез келген тілді біз солай үйренеміз. Мысалы, тағы бір әдісті ұсынып көрейін мен сіздерге. Шәкәрімді өткенде 11-ші сыныпта біз ескі бағдарламада шәкәрім болатын. Шәкәрімді өткен кезде шәкәрімнің өмірбаянын, шәкәрімнің шығармасына қатысты мен ағылшынша не тауып алдым, видео. Соны таза қазақшасы да бар екен, Абайдың 150 жылдығына дайындалған, орысшасы да бар. Мен қазақшасына енді ағылшынша 100% білем деп айта алмаймын. Сол қазақшасын тыңдап отырып, балаларға тапсырма дайындадым. Тест тапсырмасын, таза тапсырмасын дайындап, балаларға әкеліп ағылшынша қойып қостым да, тапсырманы қазақша беріп едім. Балалар басында ренжіген, мұғалім неге сіз ағылшынша бересіз деп. Бір кезде қараса, барлығы 90-95% беске жазып шыққан ғой. Содан кейін өстіп ағылшын тілінде тапсырмаларды араластыра бастадым. Оның өзінде заман талабына сай, орнымен, әрине шектен шығып кетпейміз, және қиюы келген жағдайда қолданамыз. Өстіп бастаған. Қазір бұлай сәтімен шығып отыр. Бұл аудитория, отырған аудитория менің оқушыларым емес, отырған аудитория Астана қаласы мен Павлодар қаласы отырмын да. Жақсы, рахмет. Демек, мен де ойлап отырмын да, бүйтіп араластыру үшін, кіріктіру үшін бірінші өзіміз оқып, ағылшын тілін меңгеріп алуымыз керек ау деймін депші. Рахмет сізге. Балаларыңыздың сөйлетіп жатсыз. Керемет сөйлеп ойларын айтып жатыр. Қарап, сіз өте жоғары дәрежеде сабақ бердіңіз деп ойлаймыз. Рахмет, мен бір сәтке ғана кірсем де, аз ғана уақытқа кірсем де, өзіме қазір бір мотивация алып отырмын да, ағылшын тілі курсына барып, балаларды бұлай да нетуге болады екен ғой оқытуға деп. Рахмет сізге көп еңбегіңізге, шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет. 182-ші мектеп, иә? Шығыс Қазақстан отыр екен бізде. Сәлеметсіз бе, Марал Оралбекқызы, қалыңыз қалай? Сәлеметсіз бе. Құрметті әріптестер, енді Марал Оралбекқызының біз бастапқы мұғалімдік тәжірибесінен бері білем. Бүгінгі күнде бұл кісі өзінің шығармашылығымен, өзінің ізденушілігінің арқасында үлкен биіктерді бағындырып жүр, оқушыларды
Марал Оралбекқызының басқа аудиторияда сабақ беру тәсілі осыдан бірнеше жыл басталған. Бүгінгі мына қоғамда болып жатқан жағдайға байланысты соны онлайн өткізіп, жаңағы қорықпай басқа аудиторияда сабақ беруі бұл үлкен іс деп ойлаймын. Өйткені алдыңда тұрған баланың кім екенін, қандай екенін танымай отырып, білмей отырып сабақты өткізу бұл шынымен де шеберлік, батырлық. Марал Оралбекқызы, сізге шығармашылық табыс тілеймін. Павлодардың балалары сөйлеп отырды жаңа. Мен қарап отырдым, жанып отырғанда. Семей қаласынанмын, 33-ші мектеп, Қайрат Рысқұлбеков атындағы мектептің ұстазымын, қазақ тілі әдебиетінен берем. Жалпы Марал Оралбекқызының сабағы маған қатты ұнады. Өзім 16 жыл іс тәжірибем болса да, көптеген әдіс тәсілдерді үйреніп отырмын. Соның ішінде мәтінмен жұмыс, оның ақпарат өлшемі деген әдіс тәсілді жалпы қазақ тілі емес, сонымен қатар қазақ әдебиет сабағында да әртүрлі өзгерістерді енгізе отырып қолдануға болатын өте тиімді әдіс тәсіл екен. Енді Марал Оралбекқызына көп рахмет айтамын, өйткені жаңа айтып жатыр ғой әріптестеріміз. Көзбен көз көрмегеннен кейін, оқушылар танымағаннан кейін сабақ беру ол ерліктің ерлігі деп білемін. Өз басым сізге еңбегіңізге толағай табыс тілеймін. Еңбектегі тасыңыз өрге домалай берсін. Көп рахмет. Рахмет. Павлодар бар екен. Мен облыстық бір іс-шараға қатысып жатырмын да, сол жерден шыға алмай қалдым сіздерден. Мен де сабағыңыздың соңында кірдім, өзімде онлайн болған содан кейін. Дегенмен де жаңағы өзің қатарлас әріптестеріңнің айтып жатқан пікіріне қосылам. Себебі сабақты оқыту қазір 21 ғасырдың құзыреттілігін баланың бойына меңгертуден басталады. Талап қоюдың өзінде де орынды талап бар, орынсыз талап бар. Мысалы, баланың білімін алға шығарту үшін әр баланың өз бойындағы бір ерекше қасиетін іліп әкететін ерекше қасиетіңіз сіздің бойыңызда бар. Сол мені өте қуантады. Есіңізде болса, менде курста болған кезде өз біліміңізді басқаларға үйрету үшін, мысалы, батылдық танытып бірден тақтаға шығып көрсеткеніңіздің өзі үлкен жетістік деп есептеймін. Тағы бір айта кететін мәселе, сіздің бойыңыздағы батылдықты қазіргі балалардың бойына тартып жатыр. Сыныпты жақсы таңдағансыз, 7-ші сыныптың оқушылары өзіндік көзқарасын білдіруге ашық, әлі де болса да жаңағы балалықтан жасөспірімдік шаққа ауытқыған көзқарасы қалыптаса қойғанымен, өзіндік көзқарасы қалыптасқанымен бір нақты шешім қабылдауға, батыл қадам жасауға біреудің нақты ұсынысын күтіп тұратын сәттері. Менің ұлым сіздің классыңызда оқыған сол бір жылдың ішінде қатты өзгерді. Сол өзгергенін әлі күнге дейін сақтайды. Екі сөзінің бірінде орайы келген сайын айтып отырады. Марал мұғалім сияқты оқытатын болса ғой, Марал мұғалім сияқты үйрететін болса ғой деп. Сондықтан да сізге шығармашылық табыс тілеймін. Осындай сабақтарды көп жүргізе беріңіз. Жаңағы аз білгенін көп қазаққа үйретпесте қазақпын деудің де қажеті жоқ деген сөз ойыма келіп тұр. Дегенмен дәл айтпасам да тұспалдап тұрмын, кешірім сұраймын. Сондықтан да өзіңіздің көп біліміңізді аз қазаққа үйрете беріңіз, сонда қазақтар көбейетін шығар деп ойлаймын. Қай тілдің алсаң да, оның ішіндегі қазақ тілі Қазақстан үшін басты тілі, ана тілі болып қалу керек. Соған сіздің қосатын үлесіңіз ерекше деп есептеймін. Сондықтан республика көлемінде тілдің мәртебесін шарықтата беріңіз. Оған сіздің біліміңіз де, біліктілігіңіз де, құзыреттіңіз де, ақпараттық коммуникациялық компетенцияңыз да жетеді. Мен сізге сенемін, тек қана алға. Сабағыңыз үшін көп рахмет. Көп рахмет әріптестер. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.